этапына байланысты. Ең зашлакованностың 3-4 степені не ол? Ол псориаз, ол экзема, астма, бронхиальная астма и сахарный диабеттің осложнениялары. Солардың бәрі бітіп қалған зашлакованность. Олардың 3-ші. И вот этот флакончик насколько? 25 миллиграммнан күніне 3 мезгілде. Бір айға жете ма? Түсте, кешке. Енді бұл жерде сіздің ішіңізге байланысты. Мысалға, мен өзім 2-3 айдың көлемінде сол этаптан іштім. Мынаны 8 коробкасы кетті. 8 коробка. Полный қалыптастырып тазалау үшін. Яғни бір айға 2 коробкасы кетеді ғой, примерно. Кем дегенде. Бір адамға, иә? Бір адамға. Өйткені сіздің ішіңізде жиналған бүкіл мусордың барлығы шығу оңай емес қой. Сол үшін де бұл жерде аккуратно, аямай басып тұрып ішу керек. Жаңа айтып отқан сол киімі мынамен ал деп тұрған. Сіз уже аямай ішесіз бұл кезде. Келесі Д3 мынау на постоянной основе. Бұл ішіле береді әрқашанда. Өнім ішіңіз ішпеңіз, соны қасыңызға түсіреді. Бірінші детокс кетеді, одан кейін Д3 кетеді, да? Бірге кетіп жатыр. Үшеуі, в общем, комплексно, да? Комплексно. Хорошо. Бірге. Дальше